Сәлем. Менің атым Александра. Бүгін мен сізге постер қоймаларын қалай толық түгендеу керектігін айтамын. Әкімші бақылау тақтасын ашып, қоймаларды түгендеу қойындысына өтіңіз. Қосу түймесін басыңыз. Түгендегіңіз келетін қойманы таңдаңыз. Содан кейін түгендеудің жабылу күнін таңдаңыз. Егер сіз қалдықтарды қазір санап жатсаңыз, уақытты белгілеңіз, немесе қалдықтарды санап қойған болсаңыз, кері санаңыз. Олай болса, санау күні мен уақытын қосуды ұмытпаңыз. Толық түгендеу түрін таңдап, сақтау түймесін басыңыз. Егер түгендеу кезінде сізде әлі де дайын техникалық карталар немесе ыңғайлы тағамдар болса, олардың санын техникалық карталар және ыңғайлы тағамдар қойындысына енгізіңіз. Ол үшін нақты қалдық бағанын сол карталардың немесе ыңғайлы тағамдардың алдына толтырыңыз. Постер оның қалдықтарын ингредиенттерге бөліп, олардың санын бағанда көрсетеді. Ыдыс-аяқ пен өңделген тағамдардағы нақты қалдық. Енді ингредиенттер мен өнімдер қойындысына оралып, нақты қалдық бағанын толтырыңыз. Қоймадағы заттар мен ингредиенттердің санын жазыңыз. Постер ақша мен өнім санындағы айырмашылықты автоматты түрде есептейді. Түгендеу түймесін басыңыз. Дайын. Жабық түгендеуді өңдеу үшін оның жанындағы 3 нүктені басып, кезеңді ашу және өңдеу опциясын таңдаңыз. Өңдеулер жасап, түгендеу түймесін қайтадан басыңыз. Ішінара түгендеу жүргізу үшін жаңа түгендеу парағын қосқанда ішінара түгендеу түрін таңдаңыз. Түгендеуді айына кемінде 1 рет жүргізуге кеңес береміз. Бұл барлық сатылымдарды ескере отырып, қоймадағы қалдықтарды бақылауға көмектеседі. Күндеріңіз сәтті өтсін және сатылымдар керемет өтсін.